арасында бөлмесіне бара жатқан Ротенмайя ханым көз алдында болған құбылысты елеске балады. Үйде елестің болуы мүмкін бе? Қорықпаңдар. Себастьян екеуміз бүгін түнімен үйді күзетеміз. Елесті жайына жібереміз. Сіз мырза мазаларын алған елестің шын мәнінде Хайди екенін айтқан сәтте отбасы мүшелері абдырап қалды. Атасын сағынған кішкентай қыз айкеспелікке ұшыраса керек. Ата. Хайдидің көңілін көтеру үшін жан досы Клара Хайдидің атасына хат жазып, оны Франкфуртқа шақырмақшы болады. Хат. Қарның ашпады ма, Аделайда? Жоқ, ханым. Мазаң жоқ қой, Хайди. Соңғы кездері мүлдем тамақ ішпейтін болыпсың. Өзімді жайсыз сезініп жүрмін. Хайдидің атасы жазған хаттарына жауап бермепті. Алаңдама, Хайди. Ерте ме, кеш пе жауап келеді. Әне, бұл пошташы екеніне сенімдімін. Бәлкім ол атаңнан хат әкелген шығар, а? Хайди! Апа! О, құлындарым. Клара, жүзің жадырап кетіпті. Мұнда қайдан жүрсіз, әже? Әртістермен саяхат жасап жүрмісіз? Біз демалысқа шықтық, қызым. Сондықтан үйге соғып сендерді қуантқым келді. Қастарыңда бірнеше күн болам. Келгеніңіз қандай жақсы болды, апа. Дұрыс айтыппын. Пошта тасушы хат әкеліпті. Хаттардың арасында Хайдиге дегені бар ма? Өкінішті. Мұнда жоқ. Өкінішті. Саған хат келу керек бе, шарығым? Атамнан келу керек болатын. Оны қонаққа шақырғанбыз, бірақ ол жауап жазбады. О, қызым. Атаңның жауап береріне сенімдімін. Хаттардың жету үшін ұзақ жол жүретінін білесің ғой, Хайди. Меніңше, ол мені ұмытып кетті. Хайди, олай демесеңші. Хайди! 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 Ата! 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 Хайди! Питер! Питер! Тоқта! Питер? Хайди! Ата? Хайди! Хайди! Көзіңді аш. Міне осылай. Жарайсың. Ол есін жиды. Ата? Саған көп сөйлеуге болмайды. Тыныққаның дұрыс. Жарай ма? Оның тыныққаны дұрыс. Сол кезде тезірек сауығып кетеді. Қалай болды? Ол есін жиды. Бірақ тынығуы керек дейді. Дәрігер, оған ештеңе болмай ма? Клара, қызым. Біздің Бекмен дәрігермен сөйлесуіміз керек. Can you please practice your piano and I'll come and talk with you later? Дәрігердің не дегенін мен де естігім келеді. Хайди менің жақын құрбым. Оған менің көмегім қажет болары анық. Жарайды. Ендеше бізбен жүр. Рахмет, әке. Қауіпті ештеңе жоқ па, дәрігер? Хайдидің жағдайы тәуір бола ма? Айкезбе сырқатынан кейін мұндай жағдай алаңдатады. Бұлай дегін келмебет. Хайди соңғы кездері дұрыстап тамақташпайды. Соңғы кезде жағымсыз жаңалық естіп бет? Әдеттегіден жабырқау жүре ме? Бірнеше күн бұрын атасына хат жазып, бізге қонақ болып кетуін өтінген еді. Алайда атасы жауап бермеді. Таңнан бері атасының хатын күтіп отырды. Содан есінен танып қалды. Иә? Оның алдында талай хат жазған болатын, бірақ олардың біріне жауап келмеді. Ол кездері бұлай жабырқамап еді. Айкезбелік есінен танып қалуы көп уайымдағанның нәтижесі. Асыға күткен хатынан жауап алмағаны тағы бір себеп. Шамаларыңыз келсе, бірнеше күн
Оның көңілін көтеруге тырысып көріңіздер. Хайдидің бұл үйде жүргеніне 1 жыл болды. Меніңше ол жаз мезгілі келгенде атасы тұратын тауды аңсайтын секілді. Ендеше оны тауға жіберіп көрсеңіздер қалай болады? Ең болмаса тәуір болғанша. Асығыс шешім қабылдамай тұра тұрсақ қайтеді. Содан кейін көре жатармыз. Оған дейін шұғыл шара қолданудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Меніңше дұрыс шешім осы, мырза. Бірақ Хайдиге қаладағы өмір ұнайды ғой. Оған таудағы өткен өмірін ойлай беруін доғару керек деп ойлаймын. Оған тыныштық пен жақсы тамақ керек. Ең бастысы, көңілін көтеріңіздер. Өзіне ұнайтын жерлерге қыдыртып қайтыңыздар. Жақсы, рахмет дәрігер. Дәрігер, жағдайы нашарлап кетуі мүмкін бе? Неге олай дейсіз, деді? Хайдидің анасы дәл осылай ауырған болатын. Ақыры көп ұзамай қайтыс болды. Бұдан әрі есінен танып қала беретін болса ғана алаңдауға болады. Одан да бәріңіз бірігіп Хайдидің жүзін жадыратыңыздар. Сол кезде жақсы болады. Ендеше ертеңнен бастап оның көңілін көтеру үшін барымызды салсақ, бәрі жақсы болады. Ата, Хайди, саған сорпаға келдім. Тамақтануың керек. Жағдайың қалай? әлсіреп тұрмын, деді әпке. Не болғанын айтқың келмей ме? Кенеттен бойымды үрей билеп алды. Меніңше атам мені мүлде ұмытып кеткен секілді. Тыныш. Бәрі жақсы болады. Бәлкім солай болғаны дұрыс шығар. Маңдайыңа осында қалып, бізбен бақытты ғұмыр кешу жазылған болар. Оған қоса Кларадай адал досың бар. Білемін, деді әпке. Оның тез арада жүріп кеткенін қалаймын. Сол кезде оған менің керегім болмас еді. Сен оған әрдайым қажетсің, Хайди. Сендер әпкелі сіңілі сияқтысыңдар. Атам мені не үшін ұмытып кетті деп ойлайсыз? Оған бармағаным үшін маған ренжіп жүр деп ойлайсыз ба? Атаңның ренжімейтініне сенімдімін. Олай ойлама. Тамағыңды тауса ғой. Жоқ, рахмет, деді әпке. Одан да жатып тынығайыншы. Жақсы, ендеше жақсылап ұйықтап ал. Ал ертең әжең Клара екеуіңді қала орталығына апарып қыдыртамын деді. Жақсылап демалатын болдыңдар. Қане, ұйықтай ғой. Қайырлы түн, деді әпке. Қайырлы таң, деді әпке. Қайырлы таң, Хайди.
жақсы ұйықтадың ба? Көптен бері бұлай қатып ұйықтамаппын деді әпке. Кеше әжем мен Клара үшеуміз тамаша демалып қайттық. Саған ұнағанына қуаныштымын. Деді әпке, бұл үйге келгеніме расымен де 1 жыл болды ма? Ендеше соның құрметіне ерекше кеш ұйымдастырсақ бола ма? Мынауың табылған ақыл, Хайди. Тауда әлі сағынып жүрмін. Бірақ Франкфурттан көптеген достар таптым. Бәріміз бірге ерекше кеш жасасақ жақсы болар еді. Хайди, бұл шешіміңмен толықтай келсем. Сізге ыдыстарды тасып Ол көмектесейін. тым ауыр ғой, Хайди. Сен әлі тым әлсізсің. Одан да қасықтарды алып Менің жүр. жағдайым жақсы. Көтере аламын. Хайди, Кешіріңіз, деді әпке. ештеңе етпейді, Хайди. Хайди, оған тиісуші болма. Деді әпке. Атама жазған хаттарым мұнда не істеп жүр? Хайди, мен... Оларды жібермегенсіз бе? Зета, әйтеуір бәрі дұрыс па? Қайдан шықты? Не болды? Сонда хаттарымды жібермегенсіз бе? Хайди, осылай істеуім керек болды. Қанша қаламасаң да тауды ұмытуың керек. Бірақ сонда атамның ойынша мен оны ұмытып кеткен болдым ба? Жоқ, олай емес, Хайди. Сіз мені алдадыңыз, деді әпке. Хаттарымды ешқашан жібермепсіз. Атам мені ешқашан да ұмытпайды. Оған сенімдімін. Мен атамды көргім келеді. Хайди, бұлай болады деп мен... Хайди, Хайди! Хайди! Осылай жасағаным дұрыс деп ойладым. Егер ол ешқашан хат алмайтын болса, күндердің күнінде Дорфриді ұмытады деп ойладым. Хаттарды өртеп не қоқысқа тастауым керек еді. Бірақ дәтім бармады. Хайди әр хатын бар ықыласымен жазатын. Ал енді ол сырқаттанып қалды. Дета, уайымдай берме. Ол сауығып кетеді. Рас айтам. Рас па? Айтайын дегенім, соңғы күндері Хайди ұйқысырап айкезбе болуды шығарды. Енді күнде есінен танып қалатын болды. Тіпті бұрынғыдай тамақ ішуден қалды. Солай ма? Дета? Ол расымен де бұрынғы өмірін сағынып жүр. Сондықтан да тез арада шара қолдануымыз керек. Бүгінгі жағдайды көрдіңдер ғой. Оны бұлай алдай беруге болмайды ғой. Хайдидің сырқаттанып қалғанын қаламай ма әже? Әжем дұрыс айтады. Қол қусырып отырмауымыз керек. Не десеңіздер де құптаймын. Аделайдаға көмектесу үшін не істеу керегін бәріміз білеміз. Оны тауда тұратын атасына жіберуіміз керек. Сол кезде ғана көңілі орнына түседі. Жоқ! Тығырықтан шығудың одан басқа жолы болу керек. Тіпті болмаса, атасына хат жазып, бізге келуін өтінейік. Хайдиді көру үшін келетініне сенімдімін. Олай жасағаннан ештеңе шықпайды, Клара, балапаным. Дәрігердің не дегені есіңде ме? Хайдиді қаншалықты жақсы көретініңді жақсы білем. Оның қасында болғанын қалайсың. Бірақ оған не керек екенін де ойлағаның жөн. Егер ол кететін болса, бар күшімнен айырылып жүре алмай қалам ғой. Хайди маған қажет, әже. Ол менің жан досым. Досыңның ауадай қажет екенін білем, Клара. Оған қоса, сенің бойыңда ерекше күштің бар екенін де білем. Қазір бізге Хайдидің денсаулығын ойлау керек. Хайдидің кетуіне мүмкіндік бергеніміз дұрыс. Меніңше, алдымен Хайдидің ұйқысынан оянғанын күтейік. Содан кейін оған не керектігін сұрайық. Бірақ... Апа.
Хайди. Хайди. Маған атам керек. Тәуір болып қалдың ба? Білмеймін. Хайди. Жайыма қалдырыңыз. Оңашада болғым келеді. Қолымнан келгенде сені баяғыда Дорфлиге жіберерем. Мені түсінуге тырысшы. Қалы қалай екен? Клара ханым, оған біраз тынығу керек. Клара, Хайди, қалай болдың? Тәуір болдың ба, Хайди? әлсіреп тұрмын. Атам қызым маған бір ретте хат жазбады деп ренжіп жүрген шығар. Дет әпкемнің неге бұлай жасағанын түсінбеймін. Осылай болғаны дұрыс депті. Сені біздің арамызда бақытты өмір сүрсін десе керек. Менімен бірге. О, Клара, сендей досым бар, мен бақыттымын. Дегенмен, атамның қасында жүргенімде, өмірімде алғаш рет өз үйімде жүргендей болдым. Бірақ Дета әпкең ше? Ол өте жақсы адам, мен үшін барын салады. Бірақ ол үнемі жұмыс істейтін. Сондықтан атам секілді онымен жақын сөйлескен емеспін. Үйімді қатты сағынып жүрмін, Клара. Хайди. Ешбір жан өз үйінен жырақта жүріп, жақындарынан алыста өмір сүре алмайды. Атаң тұратын тауға қайтуға қалай қарайсың? Демалысқа ма? Жазда? Одан да ұзақ уақытқа. Рас па? Хайди. Дета, келдің бе? Шайды үстелдің үстіне қой да, тезірек бізге қосыл. Қане бол енді. Иә, мырза. Дета, Хайдидің атасынан жырақта жүргені, қаншалықты ауыр тигенін екеуміз жақсы білеміз, солай ма? Сондықтан, оны жібергеніміз дұрыс деп ойлаймын. Қалай ойлайсың? Бірақ Клара ханымды қайтеміз. Хайдидің арқасында талпынсам жүре алатынымды түсіндім. Ол кеткеннен кейін орнымнан тұруыма көмектесе аласыз ба? Әрине, көмектесем, Клара. Хайди, сені ренжіткенім үшін кешірім сұраймын. Менікі дұрыс болмапты. Мен сенің бұл үйге сіңіп кеткеніңді қаладым. Білемін, Дет әпке. Шамасы, бәрі шешілген секілді. Ал, Хайди алыс сапарға кетпес бұрын, бірнеше күн үйде болып, әбден сауығып алғаны дұрыс. Әйтпесе атаң қызыма дұрыс қарамапты деп, әбден ренжіп жүрер. Рахмет, Сесмін мырза. Қаласаң екеуміз отырып атаңа хат жазайық та, поштаға барып салып келейік. Дет әпке, жолың болсын, хабаршым. Жазған хатымды жақын күнде ала ма? Шамамен 4-5 күннен кейін жетеді, Хайди. Сондықтан жолға шықпас бұрын жақсылап тынығуың керек. Ертең аспандағы жұлдыздарды тау басынан көретін боласың. Атама сен жайлы бәрін айтып беретін болам. Дет әпкеме айтып, ертең кешке айнаны дәл осылай қоятын бол. Сол кезде жұлдыздарға бірге қараймыз. Ал мынау саған. Маған? Әдемісін ай. Рахмет.
Көп ұзамай екеуміз тау басында асыр салып ойнайтын боламыз, рас айтам. Солай деп үміттенем. Қазір бір-бірімізге серт берейік. Серт пе? Нағыз достар қабылдайтын сертті айтам. Бір-бірімізді ұмытпауға және жиі кездесіп тұруға серт берейік. Сенімен тауда кездесіп, ол жақтың қаншалықты әдемі екенін көрсетемін деп серт беремін. Оған қоса, әр кез сайын жұлдыздарға қарап, сені және достығымызды есіме алатын болам. Әрқашан. Мен де уәде берем.